Асанәлі Әшімов жүрегімді жұлып алып, жастанып жүрмекенсіңдер. Майрашым, қос құлыным. Бұл ойларымды, тілегімді отағасы, ағасының мөлдір мұңы деп ұғыңдар. Маған босауға, бұрмектенуге болмайтынын да жақсы түсінемін. Ол үшін өздеріңмен сырласып, сендердің рухтарыңнан күш-қуат алып отыруым керек. Сонда ғана тұла бойыма бір бұла күш бітіп, сымдай тартылып сырбас қалпымда жүретіндеймін. Сырт көздің сыншылдығына осылай жауап берсем керек. Адам баласының жан дүниесі, ой өрісі, киім кейісі, жүріс тұрысы бар жағынан да сұлу болуы керек деген сөзді жазушы Чехов айтты деседі. Бұл сөз менің аса мейірбан, сүйікті де сүйкімді қалпынан ешқашан ажырап көрмеген көркемдерім. Өмір бақи сол көркем қалпында көз алдымда тұратын тілеулестерім, асылдарым Майра, Мәди, Сағиға да арналып айтылғанына қылаудай шүбә жоқ. Алтындарым-ай, жүрегімді жұлып әкетіп жастанып жүрме екенсіңдер. Адам ет жанды деген рас сірә. Еш жиярымыз, бей опа өмір өз билігіне масаттанып жалғаса берер. Енді қанша өмір сүремін, ол жағын кім білген? Пешенемізге жазғанын тағы да көріп аларымыз. Бірақ маған өлім енді қорқынышты емес. Астамшылдықтан айтқандай болмайын. Соның өзін жеңгендей хәлдемін. Хас өнер қасіреттен де туады деуші еді бір дана. Бәлкім осы бір сөзде шындық барын тіршілікте сезе бермейтін шығар кісі баласы. Әйтеуір күнделік жазсам, көңілім тазарып, жанымның шөліркеген, күздің күніндей сұр бұлт қаптаған кеңістігіне бір түйір тамшы тамғандай жеңілдеп қаламын. Көкіректегі қасіретті күнделікпен жуатын секілдімін. Гюго деген данышпан баласы өлгенде көрші бөлмені ішінен кілттеп алып, жұмыс істеген көрінеді. Қазір маған да дәл сол тәсір серік болғандай. Бар өшімді қаламнан алып, іштегі бар шерімді ақ қағазға төгемін де отырамын. Әйтеуір мені бір жеңілдетіп кетейін дейме, тереңге батырмайтын, тірліктен түңілдірмейтін бір мөлдір мұң төңірегімді ториды да жүреді. Амал не? Шығарға жан бөлек.